Сәлем баршаңызға. Бүгін мен балалардың сүйікті асы каша жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына қарап лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Бізге керекті заттар: сүт, банан, шекер, мани каша керек болады. Алдымен піскен сүтімізді тостаққа құйып аламыз. Менде бір балаға ғана шақтап жасадым. Егерде сіздерде бала саны көп болса, соған қарай көбейте берсеңіздер болады. Сүтімізді отқа қоямыз. 3 ас қасық каша саламыз. Видеодағыдай шашыратып саламыз. Бір келкі тастай салсаңыздар, ол дұрыс араласпайды, іртік-іртік болып қалады. Қолымызды алмастан 5 минут араластырып тұрамыз. Баяу отқа қоямыз дағыны. 5 минут қолымызды алмастан араластырып тұрамыз. Тағы байқап көресіздер, қатты сұйық болып бара жатса, шамалы салуға болады. Баяу отта 5 минут қайттым ғой, қайнатып алғаннан кейін осылай болады. Менде қатты қою не қатты сұйық болған жоқ, орташада болды. Дәміне қарай шекерін салатын боласыздар. Тәттіні жақсы көрсе, тәттірек қылып, тәтті жақсы көрмесе салмай қойсаңыздар да болады. Міне кашамыз дайын болды. Балаңыздың ыдысына салып берсеңіз болады. Әсемдігі үшін мен банан пайдаландым. Сіздер кез келген жемісті пайдалансаңыздар болады. Ас болсын жасап көріңіздер.